Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей мінекей мынандай өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей қараңыздаршы. Енді мына жерде екі бағытта қазір мен екі түрлі өрнекті көрсететін боламын. Мына жерде екі түрлі, мына жерде басқа, мына жерде басқа өрнектер. Мінекей көрдіңіздер ғой, мына жерде анықтап қарасаңыздар, мына жердің өрнегі басқада, және де мына жердің өрнегі мүлдем басқа. Былайша білінбейді. Ал кеттігенше осы өрнекті тоқып үйренейік. Мына жерде үш көзден тұрады өзі өрнек. Және де төрт қатардан болады бұл өрнек. Міне оң бет осындай, теріс беті мінекей мынандай. Ал кеттігендеше мен мына жерде 14 көз алдым, және де әуелі мынау теріс бетінен екі оң, үш теріс, екі оң, үш теріс қылып осылай бастадым. Мен қазір бұл жерде өрнектің екі түрін ғана бірден көрсетіп жіберетін боламын. Ал кеттік. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көзді әрқашанда осылайдан іліп аламыз. Және де екі теріс. Мінекей, енді қараңыздар. Мына ортадағы оң жіпті біз қазір осыны мына бірінші көзбен екеуінің орнын осылайынан ауыстырып, мінекей, және де мына үшінші көзді бірге қосып алып, үшеуін бірге үш көзден үш көз шығаратын боламыз. Мінекей. Сол кезде қараңыздаршы, мына ортадағы жіп ортада қалатын болады. Екі теріс. Енді екінші көзі. Біз қазір бұл жерде бірден үш көзден үшеу шығаратын боламыз. Мінекей. Біреу, екеу, және де үшеу. Мінекей. Енді екі теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша тоқып шығатын боламыз. Оңды оң, солды сол. Мінекей. Екі оң, енді үш теріс. Екеу, үшеу. Екі оң, үш теріс. Соңғысы екі оң. Осымен өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің екінші түрі. Мінекей осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда да дәл осылай болады. Сурет бойынша тоқып шығамыз. Оңды оң, солды сол қылып тоқитын боламыз. Мінекей өрнегіміздің төртінші қатарда аяқталды. Енді дәл осылай әрі қарай қайталай беретін боламыз. Мінекей, анықтап қарасаңыздар, көрдіңіздер ма? Мына жердің өрнегі бір басқа, мына жердікі бір басқа. Кімге қалай ұнайды, солай тоқи беретін боласыздар. Енді өрнегіміздің бірінші қатарын тағы көрсетіп жіберейін. Әрі қарай оңай болады. Сурет бойынша қайталай бересіздер. Мінекей, мына ортадағы жіпті, көзді біз мынау бірінші көзбен екеуінің орнын ауыстырып, оң білдеккешке кигізіп, үшінші көзді де дәл солай кигізіп, мынау үш көзден үшеу шығаратын боламыз. Мінекей. Мінекей ортадағы жіп ортада қалады. Екі теріс. Енді мына басқа өрнек болып есептелінеді.
Бұнда бірден үш көзді үшеуден шығаратын боламыз. Соңғысы екі теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет, иә? Мінекей. Енді әрі қарай осылай жалғастырып кете бересіздер. Теріс бетінде сурет бойынша, одан кейін оң бетінде оң бетінде де сурет бойынша, және де теріс бетінде де сурет бойынша. Сонымен осындай бір ромбик шығады. Мінекей. Енді үлкен өрнегімізді көріп жіберейік. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет тамаша, иә? Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.